Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін етсіз дайындалатын тамақтардың бірі чечевичный суп дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық майымыз қызғаннан соң бір туралып алған пиязды салып 2-3 минут жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң үстінен бір сәбізді тазалап, осындай майда бөліктерге бөліп, екеуін жақсылап қуырып араластырып алатын боламыз. Оның үстінен бір картоп тазалап жуып, өз қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөліп алатын боламыз. Және де дайын болған қуырылып алған пияз бен сәбіздің үстінен салып, жақсылап қуырып алатын боламын. Қуырып алғаннан соң үстінен тазартылып жуылып алған чечевицаны салып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап бір араластырып, үстінен қайнаған 400 грамм суымды құйып, кішкене томат салып, барлығын араластырып, бетін жауып қоятын боламын. Міне біздің тамағымыз дайын болып қалды. Тағы да су құйып, 5-10 минут жақсылап қайнағанша күтетін боламын. Міне біздің 5-10 минутымыз өтті. Тамағымыз дайын. Содан соң блендердің көмегімен осылай барлығын езіп алатын боламыз. Егер де көп жасағыларыңыз келсе, құрамын мөлшерін 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Бұл тамақ 5 минуттың ішінде дайын болады тамақтардың бірі. Үйде жасап көріңіздер. Міне осындай қою болып шығады біздің тамағымыз дайын. Содан соң ыдысқа құйып, іше берсек болады. Мен осылай бетіне укроп, лимонды кесіп қойдым. Өзіме осылай ішкен ұнайды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша түрлі соустармен ішсеңіздер де болады. Ас болсын. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.